мен Қазақмыс корпорациясының политехникалық колледжінің жігер алқалы жастар ұйымының вице-президенті Садвагасова аяулым. Сіздерді тәуелсіздігіміздің 30 жылдығымен шын жүректен құттықтағым келеді. Ұлттық құндылықтарымызды ұлықтап, елімізді отан сүйгіш, намысы берік, ел ретінде танытқан тәуелсіздігіміздің тұғыры биік болсын. Ынтымақтың арасына бөленген мемлекетім көш ілгері елден үрейленбей жүрген елде арман не бомбақлап кетпей ме деп төбемнен тарихтағы ең бақытты ұрпақпын көк байрақтың саясында көгерген. Байлықтады шек жоқ сірә мендегі ту елтаңба мемлекеттің кенжері. Елбасының елге арналған сыйлығы ең әдемі елордан бар жердегі. Соның бәрі ел басқарған ерменен соған ерген еркін ұрпақ еңбегі. Менің елім әлемнің ақ барысы, елбасым бар еркін елдің намысын. Тарихтағы ең бақытты ұрпағы дүниені дүр сілкінген дауысы. Тарихтың тұңғиығына тереңіне бойлаған, азаттық бағында бұлбұлсыз сайраған. Қазақтың ақиқат дінімен тілі бар, басшы етіп еліне сұлтан сайлаған. Астана тұрғызы сарыарқаның төріне, Астана басқалы қазақтың жерінде. Азулы ерлердің өзде бұл күнде, қызға қарайды кең байтақ жерме. Біз егемен елміз әлемге танылған, шетелдің қонағы күн сайын алған. Қайтардық шетелдегі қана бір қандастарды, оралман бауырды елім деп сағынған.